Assalamualaikum Ансар Абдығазыұлы. Мен сізге бірінші сұрақ қойып едім. Бірінші сұрағым, Қазақстанда қандай табиғи жағдайлар өсімдік өсуіне ең көп әсер етеді? Қазақстанда көптеген жағдайлар өсімдіктердің өсуіне әсер етеді, жақсы жағынан әсер етеді. Соның ең бірінші бұл топырақтың құнарлылығы. Мысалы біздің елімізде көптеген, мысалы солтүстік аймақтарда, оңтүстік аймақтарда топырақ құнарлы болып келеді. Одан басқа елімізде өзен сулар бар. Сол өзендерден су көзі ретінде сол өсімдіктердің өсуіне әсер етеді. Және жеріміз мысалы қатты ыстық немесе қатты суық емес, қалай айтсам екен, умеренный климат дейді ғой, сондай белдеуде орналасқан. Сондықтан да бұл да бір өсімдіктердің өсуіне жақсы әсер етеді. Жақсы. Жауабыңызға өте үлкен рахмет. Келесі сұраққа өтетін болсақ, оңтүстік пен солтүстік Қазақстандағы өсімдіктер өсуінің айырмашылығын айтып кете аласыз ба? Иә, мысалы бізде солтүстік өңірлерде орманды болып келеді. Орман, яғни биік ағаштар өседі. Өйткені жер құнарлы болып табылады. Мысалы қарағайлы ормандар бар. Мысалы Бурабай өлкесінде ормандар бар, қарағайлы. Ал оңтүстік өңірлерде, мысалы Шымкент немесе Тараз жақтарға алсақ, ол жақтар шөлейтті болып келеді. Сондықтан да үлкен бір ормандар жоқ. Сондықтан да өсімдіктердің көп түрі шөп түрінде болып келеді. Жақсы, енді экология кетсек. Экология біздің ауыл шаруашылығына қалай әсер етеді? Мысалы, қазіргі таңда да өте көп өзгерістер болып жатыр, жаңа жерлер пайда болып жатыр. Экологиялық мәселелер ауыл шаруашылығында қазіргі таңда жаман әсер етіп жатыр. Мысалы, экологиялық проблемалардың бірі, мысалы, климаттың глобалды, мысалы, температура көтерілуі, глобальный потепление деп айтады. Мысалы айтсақ, қазіргі кезде шөптің өсу қарқыны түсіп жатыр. Мысалы, 2 жыл бұрын бастаса, мысалы, қалай еді? Батыс өңірінде үлкен бір қуаңшылық болды. Шаруаларға мысалы шөп жетпеді, көптеген мал қырылып қалды. Сол кезде мысалы бұл да экологиялық мәселенің ауыл шаруашылығына зиян тигізген мысалы деп айта аламын. Жарайды, өте көп рахмет сізге біздің сұхбатқа қатысқаныңыз үшін. Ендеше біз сұхбатымызды аяқтауға жақындап қалған сияқтымыз. Барлықтарыңызға тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыз.